Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Динара. Бүгін сіздермен үй жағдайында латте кофесін дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге керекті заттар: түйіршіктелген Якобс кофесі, 20 грамм жылы су, 200 мл сүт және де миксер қажет болады. Сүтімізді сотейникке құйып, плитамызға қойып, жылытып, ысытып алатын боламыз. Миксерімізге 20 грамм жылы суымызды құямыз. Бір ас қасық түйіршіктелген кофемізді саламыз. Егер де сіздер тәтті кофені жақсы көретін болсаңыздар, 20 грамм қант қосып жіберулеріңізге болады. Енді миксердің қатты жылдамдығында кофеміздің барлығы жақсылап ерігенше миксерлейтін боламыз. Қатты жылдамдықта миксерлейміз. Міне осындай пенка болып шығады бізде. Барлық кофенің түйіршіктері еріді. Енді ыстық сүтімізді осындай 2 чашкамызға құйып аламыз. Дайын болған кофемізді ыстық сүттің үстіне салып, жақсылап араластырамыз. Міне кофеміз дайын. Ендігі кезекте үстіне пенкадан салып қойсаңыздар болады. Қалған кофемізді 2-ші чашкамызға салып, жақсылап араластыратын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай, үй жағдайында латте кофесін өте оңай дайындауға болады. Мінекей достар, біздің латте кофеміз дайын. Рецепт ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.